Көзге саусақ кірді дейді адамдар. Алмабаев суретін салған жекпе-жектен кейінгі көзін. Бірақ ол қаша берді. Мен оны ұстауға тырысқанда ол қашты. Сосын қолымды создым. Шапалақ беру үшін тайм-аут сұрағанда мен оған 2-3 секунд бердім. Оның салған суреті дұрыс болмады. Бірақ қашпа, бұл одан да ұят болды. Ал мен болсам ешқашан қорқақ болып жеңілмес едім. Достар, біздің Жалғас Жұмағұлов пен Асу Алмабаевты техникалық нокаутпен жеңген Манель Капе Асудан кейінгі жекпе-жектен сұхбат беріп, жекпе-жектің қалай өткені жайлы, не болғанын, көзге саусағын қалай кіргізгені жайлы барлығын айтқан болатын. Сіздермен солай де арнасы, біз бастаймыз. Көптердің қателігі ғой. Бөлмені допингке қарсы күрес агенттігі тексерді, мен жайлы ештеңе білмеймін. Жалқаттың ағылшынша тілі де келмейді, трэш-ток жасайтындай. Әрине, маған да титуліне жекпе-жекке дейін өте жақын тұрмын. Сондықтан да тек қана маған жеңіс керек. 2 апта бұрын керемет өнер көрсеттің. Асу Алмабаевты нокаутқа жіберіп, ол нағыз белбеуге үміткерлердің бірі болған еді. Ең жеңіл салмақта. Маған үлкен құрмет сенімен сөйлескен Манель Капе. Рамазан мүбәрәк болсын деп бастаймын. Рахмет көп. Рамазан мүбәрәк болсын. Рахмет көп. Тағы бір керемет жеңісімен құттықтаймын. Біз бұдан бұрын сөйлескенбіз, соңғы жекпе-жегінен кейін. Сен басқа деңгейде болдың. Және менің ойымша, көптеген адамдардың ойларынша Алмабаев мықты қарсылас болады деп ойладық. Бірақ ол түк істей алмады. Ол керемет қарсылас. Ол мықты жауынгер. Ол нағыз күрескер. Бірақ менде жақсы жоспар болды. Және ал бүгінгі бейнеміз Бекнияздың арқасында шыққан болатын. Көп алғыс айтамын, барлық арнамыздың дамуына кетеді. Ал егер де сіз келесі бейненің шығуына септік тигізгіңіз келсе, онда осы нөмірге кез келген қаражатты жіберсеңіздер болады. Алдын ала алғыс айтамын. Психологиялық тұрғыда 2 түрлі болдық. Жеңісті кім қаттырақ қалағанына байланысты болды. Және ол тәжірибелі, ол өте тәжірибелі. Керемет жауынгер. Бірақ маңызды уақытта мен өзімді көрсете аламын. Және мен білемін, мен осы үшін жаралдым. Кейде адамдар қысылады маңызды сәтте, бірақ мен ешқашан қысылмаймын. Ол сен оны бірінші раундта тоқтатқаннан басталған секілді. Ол саған тейкдаун жасай алмай, сен оны стойкаға тұрғыздың. Асу бір қалтырап, сасып қалған секілді болды. Себебі ол жақындай алмады. Әлбетте, мен сен стойкада мықты болатыныңды білдім. Бірақ ол саған мүлде жақындай алмады. Күресе алмады. Сен оны сездің бе? Жоқ. Тейкдаун емес. Бұл жақта әңгіме тейкдаун жайлы емес. Адамдар ұмытуы мүмкін. Ол бір сәт болды. Жекпе-жек басталған сәтте ол жақсы күреседі. Бірақ стойкада да мықты. Мен оның жекпе-жектерін қарағанмын. Асудың техникасы бар. Жақсы айналады. Ол аяқпен айналып тебудің уақытын біледі. Оверхенд соғып біледі. Бірақ ол менің қолымның күшін мәнге алмады. Білесіңдер ғой, мен біреуге қол ұшымды тигізсем, себебі олар соққы жасауға жақындағанда, мен оған қарап күткенмін соққы жасағанын. Бірақ ол маған қарап тұрды. Ішімнен айттым, сен расымен бұны қалайсың ба? Расымен осыны қалап тұрсын ба? Соққы лақтырғанымды деп, мақұл, кеттік дедім. Сосын бірінші соққы оған тигенде бірінші соққыны лақтырғанда, оның көзінде жарақат ашылды. Көзін жарақаттадым алғашқы соққымен. Сол сәтте ол менің күшімді сезінді. Сосын ол жабылып қалды өзінде, тұйықталып қалды өзіне. Толықтай өзгергенін көрдім. Қимыл іс әрекетін қарап, оның сенімділігі, жігері бәрі жойылды бірінші соққымнан кейін. Сен өте басым көріндің осы жекпе-жекте, бірақ өзін сол жайлы айтқан соң сұрауға шештім. Көзге саусақ кірді дейді адамдар. Алмабаев суретін салған жекпе-жектен кейінгі көзін. Әлбетте, сен атап өткендей көзін жарақаттадың соққымен. Көмен, ол суретті бір білмеймін.
Адамдар үнемі әңгіме айтады. Менің Бруно Сильвамен жекпе-жегімді қарасаңдар, соңғы тепкісі лоу-кик болған жоқ. Бейнені баяу жылдамдыққа қойып қарасаңдар, ол бауырын ұстады. Оның реакциясын көрсеңдер болады. Және адамдар бұны фол деп мені жеңбеді деді. Мен олардың быт-шытын шығармадым деді. Ал Асуға қарсы бірінші соққы болды. Алғашқы соққым қисық кетті. Жекпе-жекті қарасаңдар, дұрыстап қарасаңдар, бірінші раундта оған соққымды тигізгенде, оның көзінің быт-шыты шықты. Және әшейінде бұл менің қателігім болар еді. Бірақ ол қаша берді. Мен оны ұстауға тырысқанда ол қашты. Сосын қолымды создым, шапалақ беру үшін. Сосын екінші рет көзіне кіргіздім, бірақ мақұл. Бұл өте терең болмады. Оны бір мазалайтындай, төбелесе алмайтындай. Себебі ол тайм-аут сұрағанда мен оған 2-3 секунд бердім. Сосын ол жақсы болды. Маған тейкдаун жасауға тырысты. Олай болмады, болған жоқ, көзге кіргізу. Жекпе-жекті тоқтататындай. Сол үшін мен оны соқтым. Сен көргендей айтқым келгені, көріп тұрғандай сен оның жарақатынан ұрғанда, бұл басқаша көрініп қалды. Солай болып тұр. Ол өзгертті, бәрін өзгертті. Сен сылтау тапқың келгенде ол менің арқамда болғанын түсін. Адамдар тек сылтау тапқысы келеді. Сендер тек сондай жауынгерлер бар өзі. Бәрі жек көретін. Оларды жек көретін себебі олар ерекше жауынгерлер. Чемпиондар. Олар үнемі солар жайлы айтады. Олар үнемі жамандағысы келеді соларды. Мен білемін, мен жек көрінішті жауынгерлердің бірімін. Бірақ сен чемпион болғаннан кейін олар әрқашан сенің жағында болғысы келеді. Бұл 1-2 күнде өзгеретін нәрсе. Адамдар сені жақсы көреді, жек көреді, ақталулар бәрі болып тұрады. Сені төбелесуге кім мәжбүрледі? Себебі мен оны таңдадым. Шынын айтқанда бұл өте жеңіл жекпе-жектің бірі болды. Мен оған бұл ұзақ түн болатынын айтқанмын. Олар маған сенбеді. Сол үшін олар үнемі ақталып, сылтау тапқысы келеді. Менің керемет өнерімді жоққа шығарып, айтқанымдай бәрі ұлы жауынгерлерді жек көреді. Сенде бұрын-соңды сенен жүгіріп қашқан қарсылас болды ма? Ол айналып. Көрдің ғой, айналып қашып жүрді. Ол анық қашты сенен. Сен бір... Оның салған суреті дұрыс болмады. Мен білмеймін, қай мақсатпен оның салғанын, қандай мақсатпен салды. Себебі жекпе-жек аяқталғанда бұл бір драматизм емес қой. Сен оны салмауың керек еді. Себебі сен октагоннан шығып кететіндей қаштың. Егер сен таяқ жегің келмесең қорған, бірақ қашпа, бұл одан да ұят болды. Менің көзге тигізгенімнен. Бірақ не болса да өзі қалағандай жеңілді. Ал мен болсам ешқашан қорқақ болып жеңілмес едім. Бірақ мақұл. Ал сіздер бұл жекпе-жек жайлы не ойлайсыздар? Асуды алда не күтіп тұр? Барлығын комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Қош сау аман болыңыздар. Сіздермен болған Сол ID арнасы. Жақсы жаңалықтарда жүздескенше.